Сәлем баршаңызға, сіздермен Сәндігүл. Бүгін біз үй жағдайында осы пирожкидің қамырының жұмсақ және де осындай екі түрлі пирожкидің жасау әдісін сіздерге көрсететін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен бізге 200 грамм суымызды, яғни суымда жылы су және де оның үстіне осындай бір ас қасықпен дұрыш және де бір ас қасық секер, үлкен ас қасықпен және де қытай тұз қостым, сосын сұйық май қостым. Міне осындай 3 ас қасықпен және де барлығын жақсылап араластырып алдым да, араластырып болғанның үстіне осылай 400 граммдай осы қамыр болғанша ұнымызды салатын боламыз. Міне ұнымызды осылай жақсылап араластырып ұнымызды салатын боламыз. Міне осындай қамыр елеп шығасыздар. Одан кейін бетін жауып 1 сағатқа қойып қоясыздар. Міне 1 сағатта менде осындай ыдысым осынша бетіне дейін толды. Міне көріп тұрғандарыңыздай осындай бұлшыраңқы сияқты болып тұрады. Қолмен ұстағанда міне көріп тұрғаныңыздай осындай болып шығады. Содан ары қарай пирожкидің қамырын жасайтын боламыз. Дәл видеодағыдай үстіне барлығын бөлшектерге бөлдім. Міне барлығын ең бірінші осылай жайып алдым. Бәріне тең етіп. Одан кейін үстіне начинкасын салдым. Начинкасын менде картоппен үйде бар заттардан жасадым. Қамыры өте идеальный жұмсақ күшті болып шығады. Кәдімгі жасап көріңіз осы рецептпен. 10 жылдық рецепт. Мен осы бала кезден осы рецептпен жасап келе жатырмын. Ата-анамның үйреткені. Міне осылай жасаңыздар сіздерде. Және де достар, менің YouTube каналымда осындай өте оңай жасалатын, үй жағдайында жасалатын рецепттер бар. Көрсеңіздер болады. Ссылкасын жоғарыға тастап кетемін. Достар, мен жартысын осылай печеный, жартысын жареный алып жасайтын боламын. Міне осыны ары қарай майға қуырып, осылай пісіріп алатын боламыз. Достар, осылай жасап көріңіздер. Рецепті өте оңай, яғни рецепт дәл идеальный болып шығады, жұмсақ болып шығады, күшті тәтті болып шығады. Жасап көріңіздер. Және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Рахмет, сау болыңыздар.